конкурсының «Туған өлке табиғаты» бойынша қатысушысы мен Мұрат Тәуленов атындағы мектеп-интернатының 7-ші А сынып оқушысы Айдыңыз Айназ. Мақсатым «Туған өлке табиғаты» экожүйесі бойынша бірге кірістіретін виртуалды экскурсия жасау. Арттарыңызда көріп тұрғандай, бұл менің туған өлкем Зайсан ауданы. Туған жер күндіз бар адамға, бұндай жер табаланба бұл әлемде деп жырлағандай, менің өлкем Шығыс Қазақстан облысының шетінде орналасқан. Bir жағын Сауыр Сайқан таулары алып жатса, бір жағын мұхитқа дейін жетіп жатқан ұлы өзені Ертіс қос алабы. Тағы бір жағын Кәрі Тарбағатай орналасқан, және де жан-жағын Алтай таулары алып жатыр. Зайсан қысы жылырлақ келер, және де көктем лебі ерте сезіледі. Мына алып жатқан таулардың барлығына бірінші болып күн түседі. Және біздің өлкемізде өсіп жатқан жеміс, көкөніс түрлері көптеген көп, және де олардың дәмі түрлері. Тағы бір ерекшелігіне келетін болса, ол бізде қаз байлығы. Зайсандағы Қазы шұқыр деп аталатын жер бар. Қазы шұқыр ол табиғат пен адамға арналған қандай да бір дүниені қалдыру. Және де осы жерлерде орналасқан мұнай және де көптеген табиғи минералдар өте көп. Мен өзімнің туған өлкемдегі табиғаттан осы бірнеше әсем табиғаты бар жерлерді айтар едім. Оның біріншісі Бәйтерек сауықтыру орталығы. Ол жерде арнайы атпен келген кісілерге арналып жасалған жерлер бар. Атпен серуендеуге болады. Ол жер Сауыр Сайқан жерлерінде орналасқан. Біріншісі бізде Зайсан көлі. Зайсан көлі інжу маржан деп те айтуға болады, өйткені оның суы өте таза. Оны көптегендер Марстың бір бөлігі дейді. Ғалымдардың айтқанына келетін болса, оның біздің заманымыздан 60 миллион жыл бұрын Бор дәуірінде пайда болған дейді. Оның ұзындығы шамамен 100, ені болса 30 шақырым, ал аумағы 18 шаршы шақырым, тереңдігі 8 метр. Мұндағы 20-дан астам балық түрі мекен етеді. Төртіншісі бізде Жәнделі Батыр қызы деген атқа қойылған сай. Зайсан ауданындағы Маңырақ тауынан Зайсан көліне таяу бір сайы Жәнделі сайы деп аталады. Жәнделі Есенғұл қызы шамамен 1732 жылы Маңырақ қойнауында дүниеге келген болатын. Ол қазақ жерін жоңғарлардан құтқарып, батыр қыз. Бесіншісі бізде Шілікті қорымы. Шілікті қорымы ол Маңырақ жоталарымен қоршалған аңғарда орналасқан. Зайсан көлінен оңтүстігіне қарай шамамен 100 шақырым жерде орналасқан сақтардың өмір сүрген кездегі қорғандары болған. Және Шілікті қорымы республикалық маңызы бар тарихи мәдениет ескерткіштері және Қазақстанның жалпы ұлттық қасиетті нысандары болып табылады. Менің кіндік қаным тамған жер Сауыр Сайқан тауларының етегінде орналасқан Сартерек ауылы. Сартерек ауылы Зайсан ауданындағы ең қары көп түсетін жер болып табылады. Алайда өзінің қатаң ауа райына қарамастан, оның табиғаты өте сұлу болып келеді. Және де ол жерде көптеген жеміс түрлері өседі. Мысалы қарақат, қызылқат, шырғанақ, итмұрын, саңыраулақтар және алма тағы да басқа дала жемістері өтеді. Және де ол жерде флора мен фауна өте бай болып келеді. Және де оның жайлауында да қарақаттар өседі, немесе қой бүлдіргені өседі және тағы да басқа. Және де осы Сартерек ауылында арнайы маралдар өсірілетін жер бар, ол Қызыл қия тауы деп аталады. Өзімнің туған өлкем табиғаты туралы біздің виртуалды экскурсиямыз соңына келді. Назарларыңызға рахмет.